Қайырлы күн, мен Тастайбекова Гүлназ Самиғұлақызы. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сабақта сіздерге мен Ö дыбысы мен әріпін меңгерту, оның ерекшелігі, ұқсас әріптен қалай ажыратуға болады, сол бойынша оқушыларға практикалық бағытта бірнеше әдістерді көрсететін боламын. Сабағымның мақсаты Ö дыбысы мен әріпін меңгерту. Балаға жаңа білімді, ақпаратты меңгерту үшін өз бойынан өткізу техникасына салып жұмыс жасаса, мықты нәтиже береді. Ол әрине 3 фактор арқылы жақсы көрінеді. Бірінші аудиалды, екінші визуалды, үшінші кинестетикалық факторлар арқылы мықты жұмыс жасап нәтиже көруге болады. Бірінші аудиалды балаға тыңдату арқылы, есту қабілетін дамыту арқылы таныстыратын болса, балаларға бұл жақсы нәтиже береді. Екінші сол тыңдағанын визуалды көз алдына елестету, бейнелер арқылы, көрнекіліктер арқылы, көрсету арқылы жеткізетін болса, балаға бұл білім нақтырақ, анығырақ, жақсырақ жетіледі. Ал үшінші кинестетикалық фактор, бұл естігенін, тыңдағанын, сол көріну арқылы, визуалға бейнені көзіне көрсету арқылы, дәлелдеу арқылы алған білімін кинестетикалық факторға, яғни қолмен ұстау арқылы, сезім мүшелерін пайдалану арқылы, қол саусақтарындағы бұл балалардың білімін одан ары қарай бекіте түседі. Өткен сабақта қандай әріппен таныстық? Ö әріпімен. Ал ол дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Кәне тексеріп көрейік. Тамаша. Дауыс қайтты? Созылды. Дұрыс айтасыздар, яғни дауысты дыбыс созылады. Ал енді айнаға қарайықшы, айна әдісі арқылы тағы да қандай ерекшелігі бар Ö дыбысының? Байқайық. Кәне айнаға қарап айтамыз. Ерніміз, аузымыз қайтты? Кім байқады? Айтайықшы. Аузымыз кішкентай ғана ашылды. Ал ол қай дыбысқа ұқсайтын еді? Ал оны айтып қарайық. Ал не байқадыңдар ауызда? Ол қайтып ашылды? Кішкене қатты ашылды, иә? Ерніміз алға шығарып, кішкене ашылды. Балалар тыңдаған кезде Ö дыбысын айтып қарайшы, қалай естіледі? Қалай естілді? Жіңішке. Тамаша. Ал О дыбысы қалай естілді? Айтайықшы. Жуан. Тамаша. Жуан екен. Тыңдалым, айтылым және оқылым дағдысы арқылы балалар жаңа сөзді меңгеріп, ақпараттарды салыстырады. Топтау және сөйлемді қолдану дағдысын дамытады. Балалар, енді мына сигналдық белгіні аламыз. Мен айтқан сөзде Ö жазыла ма, әлде О жазыла ма? Тексерейік. Күн. Яғни көтерейік. Күн. Тамаша. Тұз. Тұз. О жазамыз ба? Ö жазамыз ба? Жарайсың. О. Күз. Яғни күз. Тамаша. Қоз. Жарайсыңдар. Ö әрпі бар сөздерді таныстыру, меңгерту, балаларды өмірмен байланыстыра отырып, үйрету, баладағы коммуникативтік дағдыны арттырады. Осы дыбысты біз сөзде дөңгелектермен қалай жазамыз? Маған күз деп жазып беріңіздерші, кәне. Күз. Кәне, айтып отырып жазамыз. Күз. Айтамыз ауызбен. Күз. Дауыстау арқылы. Күз. Тамаша. Күз. Жарайсыңдар. Жаңа жазған дөңгелектерді біз енді әріппен таңбалайықшы. Яғни әріп кассадан әріппен таңбалайық. Күз деп жазып беріңдерші. Күз. Кәне. Айтып отырып жазамыз. Күз. Күз. Дұрыс, жарайсың. Күз. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда оқушылар Ö әрпі бар сөздерді таниды және оқиды, өмірде қолданады. Ö әріпін жақсы танып, түсініп келе жатырмыз. Енді оны біз жазу жолында,
дәптерде қалай көрсетеміз? Сызықтармен жұмыс жасайықшы. Әрпін қалай жазуда қалай жазамыз? Яғни үлкен бас әрпі және кіші әрпін көрсетейікші. Жазу жолында біз планшетте қалай үлкен әрпін, кіші әрпін саламыз. Сызықтармен жұмыс жасаймыз. Жоғарғы, төменгі сызықтар. Жарайсың. Үлкен әріптер және кіші әрпін қалай көрсетеміз жазу жолында? Өте жақсы. Жазу жолында жоғарғы және төменгі сызықтармен әдемі жұмыс жасадыңыздар. Жарайсыңдар. Көркем әдемі жаздыңыздар. Үйретудің, оқытудың үш түрлі факторы аудиалды, визуалды және кинестетикалық факторларын толық қолданып, сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Көп рахмет.